Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Әдебиеттік оқу сабағына қош келдіңіздер. Сабағымыздың тақырыбын анықтау үшін жұмбақ шешіп көрейік. Тұмсығында түймесі бар, үстінде сұр жейдесі бар, жейдесінде иінесі бар. Қане, ойланайық. Жарайсыңдар. Жұмбақтың жауабы кірпі. Сонымен бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Сапарғали Бегалиннің Есеннің кірпісі әңгімесі. Сабағымыздың мақсаты: шығарманың тақырыбын анықтайсың, шығарманың негізгі ойын анықтайсың, көркем шығарманы басқа нұсқамен салыстыра аласың. Әңгімені оқымас бұрын балалар жазушысы ақын Сапарғали Бегалин туралы видеороликке назар аударамыз. Бала кезінен терме жырларды, айтыс өлеңдерді естіп өскен Сапарғали Бегалин шығармашылық жолын өлең жазудан бастаған. Оның алғашқы «Қазақ қыз бозбалалар» атты туындысы 1914 жылы Айқап журналына шыққан. Қазақ балалар әдебиетінің ақсақалы саналатын ақынның прозалық шығармалары жас оқырмандар арасында ерекше сұранысқа ие. Сапарғали Бегалин Пушкиннің, Лермонтовтың, Шевченконың шығармаларын қазақ тіліне аударған. Жазушы көбіне жас жеткіншектердің ұнамсыз қылықтарын сынап, оларды түзу жолға, жөнге салуға, жаман әдеттен аулақ болуға шақырады. Ол автордың ойламаған жүріс, ұрыншақ, жершіл шымшық атты әңгімелерінен көрініс табады. Тәрбиелік мәні зор осындай шығармаларды жастарға насихаттау барысында Бегалин атындағы мемлекеттік балалар кітапханасы ұжымы қажырлы еңбек етуде. 88 жасында көз жұмған қаламгер кейінгі ұрпаққа Қыран кегі, Сырлы қайнар секілді 20 шақты поэма, халық арасында танымал Шоқан асулары сынды повесть, жүздеген әңгіме қалдырды. Сонымен қатар Замана белестері атты роман жазып, қазақ халқының ауыз әдебиеті үлгілерін жинау, зерттеу саласында ұзақ жылдар еңбек етті. Осылайша мазмұнды да мағыналы туындылары қазақ әдебиетінің тарихында өшпес орын алады. Енді оқулықтың 9-шы бетін ашамыз. Бағытталған оқу әдісімен екі азат жолды оқимын. Өз беттеріңмен әңгімені жалғастырып, соңына дейін оқып шығамыз. Төмендегі тапсырманы орындаймыз. Сапарғали Бегалин Есеннің кірпісі. Есен үйінің айналасында зәулім ағаш көп. Бірінде алма, бірінде алмұрт, тағы біреуінде моншақтай қызыл шие, уылжыған өріктер өсіп тұр. Ағаштардың арасында да қызғылт бүлдіргендер де жасыл жапырақ арасынан қылтиып бой көрсетеді. Есеннің аса бір күтетіні өзі егіп өсірген, гүлден тіккен шатыр сияқты дөңгелене өскен шоқ ағаш. Оның ішінде Қаби екеуі үйінен тартылған электр сымына шам орнатты. Түнде оны жағып, екеуі сабаққа дайындалады. Есеннің асыранды кірпісі электр шамы жанған кезде ағаштардың арасынан шығып, жаздық күркедегі кереуеттің астына кіріп кетеді. Ол кереует астынан шығып, қараңғы түнде жайнаған электр жарығына таңырқағандай, кішкене тұмсығын шығарып, қарап тұрады да қайтадан жиырылып қалады. Есеннің «Кірпім, кірпім» деген даусы шыққанда, тұмсығын шығарып, азығын іздейді. Есен оның азығын күні бұрын дайындап қойып, үнемі оның қимылын бақылайды. Тапсырма: мәтіндегі негізгі ойды білдіріп тұрған сөйлемді, бөлікті анықтаңыз, мәтіндегі ақынның табиғатты суреттеген жолын табыңыз. Тапсырманы сәтті орындайтындарыңа сенімдімін. Келесі тапсырма жазба күнделік әдісі бойынша мәтінге сүйене отырып, әуен тыңдаған кірпі туралы дәптерге шағын әңгіме жазамыз. Кері байланыс, тазалық әдісі. Бүгінгі тақырып бойынша алған керекті ақпараттарыңызды чемоданға салыңыздар. Бүгінгі сабақтағы керек емес болған артық дүниені қоқыс жәшігіне салыңыздар. Ал бүгінгі ақпараттың ішінде әлі оқуым керек, толықтыруым керек дегендері болса, еттартқышқа салыңыздар. Балалар, біз бүгін Сапарғали Бегалиннің Есеннің кірпісі әңгімесін оқыған болатынбыз. Үй тапсырмасы Есеннің кірпісі әңгімесін оқып, мазмұндауға дайындаламыз.